Бүгін еркектердің іштері жүрішпестен қиналып азапта екендігінің себебі бірі. Бұл қандай себеп десеңіз, аның месін текшеріш керек. Месінде %95% керексіз ойлар да. Ардайым ойланып, сығылып, өзін-өзі жеп атқан еркектерге өте көп болып атасың бүгін. Неге? Себебі біреуін өзінен жоғары тепкіштерге, бүт өзін байлап алған ошол тепкіштерге қойып алған да. Ал өзі дағы білет жетпешін, бірақ ошол тепкішке қойып алған да. Мисал үчүн шарда келип жөнөкөй үйдү алып жашаса болот. Жөнөкөй машина алып минип жүрсө деле болот. Бирок не ал сөз түрдө сонун ыскылуу балкондору караган 2 этаж үй болуш керек. 5 жети болуш керек, X7 болуш керек. Өзүн ушул нерселерге байлап алган да. Жетпей жүрө берет, кыйналып жүрө берет. А өзбек туугандарчы кичинекей тикодон баштайт, нан ташыйт, ошентип карасаң 2-3 жылдан кийин жип минип жүргөн болот. Жипти дагы алып койду, тикону дагы деле минип жүрөт. Айтайын деген не маселе, урматтуу мекендешим, сен барын пайдаланганды үйрөн. Мына нерсени кылып алып, ана нерсени кылып алып, андан кийин кылам деген нерсени токтот. Бар мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланганды үйрөн, урматтуу мекендешим.